туалетке барасыз ғой, барасыз. Ол қайдан алып тұр? Сіздің клеткаңыздан алып тұр. Сондықтан біздің мына бетіміздегі әжімдердің жылдам болуы, көп адамның мысалға сүйегінің ең бірінші оказывается сол клетканың жылдам кететін жері мына сүйектен алады екен суды. Көп суставтан 62 неміз бар емес пе, суставымыз содан алады. Одан кейін теріміздің мысалы әжімделе бастайтын сөз. Өйткені 25 жасқа дейін коллаген автоматически адамда өзі выделяется. 25-тен кейін оған уже кішкене бір нәрсе беруіміз керек организмге. Организмде оны бермей поддерживать етіп отырмайтын болсақ, яғни коллаген вырабатываться етілмейді. Судың жаңа туған сәбидің мысалы қалай топ-топақ теп-тегіс не болып тұрады, ол уже сумен бірге туады ғой, байқадыңыз ба? Өмірден кеткенде де сумен жуылып кетеміз. Басқа ештеңе болмайды қасымызда. Ешкім томға орап жібермейді. Суға жуындырып келгенде де жуындырып келеді. Сол сияқты су деген аксиома болу керек. Ішу ішпеу өзіңізде, бірақ су ішілу керек. Сосын судың мөлшерін айтады. Мысалға 30 мл каждый организмге дейді, бірақ біздің ішін тамағымызға байланысты. Біздің менталитетімізде біз ет жейтін болсақ, нанды көп жейтін болатын болсақ, біз суды молырақ ішуіміз керек. Ал жаңағы Япония халқы мысалға тамағына байланысты, олар и так өз судың жағасында тұрады, олар азырақ ішуге болады. Оказывается, сіз қанша килограмм тамақ жейсіз, мысалға, сонша су ішуіңіз керек. Өйткені екеуі тығыз байланысты. Бірімен бірі нетпеу керек. Бір жастағы балаға 1,5 литр су ішу керек деп ешкім айтпайды оны. Өйткені оның мысалға бір весовой категориясы, ол соншама тамақ ішпейді. Егер мысалға Индияда адамдар руға емес кастыға бөлінеді. Олардың сол бір кастысында өмір бойы йогамен айналысатын адамдар болады. Олар йогамен айналысқандықтан көбінде бір-ақ рет тамақ ішеді, бірнеше күн бойы тамақ ішпеуі де мүмкін. Сондықтан оларға сондай 1,5 литр даже қажет емес. Өйткені ол соншалықты организмі жаңағы тығыз байланысты болмайды. Бірақ су деген